Құрметті көрермендер, қызықты кездесу болды сіздермен. Қызықты әңгімелесек деп жатырмыз. Енді подкаст сияқты бір әңгіме. Қасымда Самалбек деген жігіт. Мінекей. Бүгінгі ой бөлісетін тақырып ол қазаққа той керек па деген әңгіме. Қазаққа той керек па? Енді Самалбектен де өздеріңіз білесіздер, той саласында біраз жетістіктерге жетіп, Алматы қаласында біраз той домалақтардың тарих қойнауына енгізіп жүрген жігіттің бірі. Өзінің кішігірім командасы бар. Бір кісідей осы салада еңбек төгіп жүр. Соған сұрақ берсем, ол кісі өзімен ойымен бөлісе отырса деген осындай бір шара болып жатыр. Енді бірінші сұрақ. Самалбек осы салада қанша жылдан бері жұмыс істеп келе жатсың? Қайырлы күн, құрметті достар. Бұл салада жұмыс істеп келе жатқанына бір 17 жылдың шамасы болды. Енді 17 жыл шамасында енді білем, бұған бір санау жоқ шығар, бірақ дегенмен шамасы өз басың, өз жеке өзің қанша бас қосу, қанша тарих қойнауына енгізген тарихи бір мерекелер дейікші, бас қосуларды түсіре алдың. Шамасы нешеу? Шамасы көп қой, оның бәріне кезінде мүлдем есептемедік. Қазір енді есептеуді енді қолға алып жатыр. Оны алдағы уақытта айтармыз енді. Жарайды, 500 деп қояйық. Шамасы. 500. Енді бізде қызықты бір нәрсе, өткенде математика ағаларымыз, сосын ғалымдар, діни бағыттағы кісілердің көбісі айтып жатыр. Қазақтағы той думан ол ысырап деп. Өткенде қазір тойдың берекесі кетті. Той негізінде қазіргі заманда дәл қазір осы қажет па деген, енді тойдың ішінде жүргеннен кейін өз көз қарасыңмен қалай ойлайсың? Қазіргі той бізге, қазаққа керек па? Қазіргі той енді сарапшылық көп қой, бекер айтылмайды әңгіме. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді ғой. Шынымен ол айтылып жатқан нәрсе. Енді үйлену той дегендерден де қалдыру той деп ойлаймын. Енді кейбіреуді мысалға 49 жас дегендер кімге керек мысалға? Кейбір туған күннен бұрын деген елге еңбегі сіңген азаматтар, сондай тұлғалардың мерейтойлары болатын еді. Бізде керегі жоқ, артық тойлар көп та негізі. Ал былай негізі той болған жақсы ғой. Бас қосады, халықтың бір қуанышты көңіл күйін көтереді. Көп адамдар қазір жүздесулерде, кездесулерде қиын болып кетті ағайын туысқанның. Соны бас қосуына енді жақсы себепші деп ойлаймын. Былай енді үйлену той болса, енді қалған тойдың енді көбісін той саласында жүрсем де өзім қатты қолдай бере алмаймын. Жақсы. Енді екінші сұрақ. Осы тойды суретке түсіріп жүрсің енді, өзің видеоға түсіріп жүрсің, суретке түсіріп жүрсің. Қаншалықты тойдың сценарий деп айтайықшы, тойдың құрылымы деп айтайық, өту бағдарламасы деп айтайық, енді кім қалай түсінеді, сол дұрыс. Егер дұрыс болса дұрыс болмаса қалай өзгерткің келер еді? Білем, сен енді ұйымдастырушы емессің, тойдың барлық тойға біз барып, мынауың дұрыс емес, былай жасалған дұрыс болар еді деп айта алмаймыз, бірақ дегенмен өзіңнің осыған деген көзқарасың. Енді мен осы саладан қатты жаңағыдай маман емеспін, шыны керек. Эксперт дейді ғой қазір. Ұйымдастыру жағына қатты немім жоқ. Онда енді біздікі жаңағы түсіру, сол өзімізді жұмыс. Шет көзбен қалай қарайсың? Тойда бәрі орнықты ма, жоқ бірнәрсе қажет па, жоқ керісінше алып тастау керек па, өзгерту керек па деген ой. Артықшылық енді көбейіп кетті. Қазір енді ешкімнің аузына да ойына да қақпақ бола алмайсың, өйткені әркім білгенін істеп кетті ғой, білмейміз. Не ол бірдеңе істеп бер деген не? Қазір енді көп қой, ырым тиымдары көп. Мысалға қазір былай айтып түсіндіріп жеткізе алмай тұрмын да. Айтса біреулердің енді әр облыстың өзінің несі бар. Мысалы, ол облыстың адамдарының көңіліне келуі мүмкін деген сияқты бір артық кете алмай отырмын, шыны керек. Айта алмай отырмын. Ал былай жеке кездесулерді айтуға болады. Қысқасы көрермендер қазір мына жерде мені жерге ұрып тастайды. Иә, сол ғой. Жоқ, қорқудың қажеті жоқ. Өйткені сен экспертсің. Ол облыс үшін қызық керек қой ол нәрсе. Ол облыс үшін ол нәрсе дұрыс та, енді ол қала үшін дұрыс. Енді бір облыс үшін ол дұрыс емес. Мысалы, кейбіреуде мысалға енді оңтүстік жағымызда шыны керек көп та, мысалы 9 не деген жаңа
сондай жасаулары бар деген сияқты. Енді біреудің жағдайы көтереді, біреуді көтермейді деген сияқты. Сол тұрғыдан қарап айтып отқаным ғой. Жоқ, Енді мен әркім өзі ол біледі болмаса. салттарды айтқан жоқ, мен тойдың барысын бағдарламасын айтып жатырмын. Мысалы, тост болады, билейді, не болмаса тост болады, бір әншілер тост болады, бір клоундар да келіп қояды деген сияқты. Енді иә, ол жағынан енді келісеміз ғой, енді ол жағынан артықшылық көп шынымен. Енді бір кейбір тойлар енді шынымен қазақтың тойы жиналыс деп аталады, көп сөйлеп кететін кезде болады. Бірақ енді басқа ұлттың да тойларында болып жүр ғой, онымен салыстырғанда негізі қазақтың тойы дұрысырақ. Менің келесі сұрағым енді осы жерде өтіп кеттің. Басқа ұлттың тойларының ерекшеліктері және артықшылықтары. Артықшылықтарын айта салайықшы. Иә, олардың енді артықшылық дейміз ғой, ерекшелік десе деп отырар, оның қатыны жоқ. Олар енді көбіне билей береді. Көп мысалға ұлттық өкілдерінікінде болдым. Ол жерде былай тілек айту өте аз, көбіне билейді олар. Сонда дастархан тамақ сіңдіру болды ма? Иә, сондай ғана. Енді бір мағынасы жоқ сияқты біз үшін да. Енді біз мынаған үйреніп жоқ енді мен де сен сәл ыңғайсыз болып кетіп жатыр. Жаңа өзіміз ұнамайды деп алып, енді бізге жақсы деген тағы да қызғанбай қалды. Жоқ, олардікінің жақсы жағын айтшы. Жақсы жағы енді ысырапшылдығы жоқтығы жағынан деп айта аламын. Ысырапшылдығы жоқ? Иә. Бізден өте қазақ бір-бірімен жарысып қалғанымыз ғой, енді өте сол жағынан ысырапшылдық бізде. Басты не ысырапшылдық қой, сол көбіне біздікінің үлкен кедергі саған. Былай енді бір бағыттан кесіп айта алмайсыз ғой, бір спортын айдай алмайсыз да, жақсы жаман деп. Жақсы, енді келесі сұрақ. Енді фотографияда 17 жылдан бері жүрген эксперт деп айтайын енді. Соның ойы той фотографиясында, той түсіру фотографиясында өнерге қатысты бір нелер бар ма? Фотографиялар, өнер деп өнерді араластыра аламыз осы жерге? Жоқ, бұл тек әшейін кәсіп па? Кәсіп ретінде басымырақ қой. Енді өнер деп жүргендерді мен өзім көп. Өздеріңіз сияқты кісілер болмаса бір бетке мақтағандығымыз шыны керек та. Оңғарбек ағамыз қосып қойсаңыздар болады. Осы кісіден көріп жүрмін, бұл этнофотографиялық қазақы. Жоқ, тойда өнер жоқ қой. Жоқ, иә, тойда өнер жоқ. Тойда өнер жоқ. Мен соны сұрайын деп едім, ол енді. Енді келесі не? Енді әр нәрсенің өзінің шегі болады, жаңа бір ой нетем да, мысалы өзімде тойда біраз жүргеннен кейін қазір енді фотографияны ғылым есебінде, білім есебінде, өнер есебінде, мәдениет есебінде қарап, талғап, соны талдап және де елге жеткізгім келіп жүрген бір өзімнің бір ойларым бар. Енді ол оңай емес әрине. Бірақ енді өзіңде қалай ойлайсың? Сол уақытқа жеттің ба? Сондай бір ойлар сені қобалжытып жатқан жоқ па? Сондай бір нәрсе сені әсерленіп жатқан жоқсың ба? Қалай ойлайсың? Фотография тек той үшін керек па? Жоқ, Қазақстанда фотография басқа бағыттарда да керек және қажет, және де сен соған қалай айтсам екен, бет бұрам деген ойларың, бір шаралар жасап жүрсің бе? Иә, енді бет бұрамыз деген әрине ол біраздан бері былай қозғап жүрген мәселе, толықтап жүр ол нәрсе шыны керек. Міндетті түрде қолға аламыз деп ойлаймын. Енді әлде де ізденісіміз көп қой. Біз ізденіс, өнер деген ізденістен тұрады ғой. Ол өнер қай кезде тоқтайды дейді, ізденіс тоқтаған кезде дейді. Сол үшін үнемі ізденіс үстіндеміз. Енді бірақ бұйырса алдағы уақыттары сол бағытта жұмыс істеуге ниет етіп жүрміз. Қысқа нұсқа айтсам енді дәл осы жерде бір саған енді бір сынақ есебінде сұрақ деп айтайын енді. Фотографияны өнер деп айтып жүрміз қазір, бірақ дәл сен үшін фотография өнер қалай ол? Өз жеке ойың. Өнер қалай деген қалай? Фотографияны өнер деп біз талдап жүрміз да дәл қазір. Сен үшін сен қалай талдайсың? Фотографияны өнер есебінде қалай көресің? Фотография енді не деп айтса болады, тілсіз суреттеп беретін өнер ғой, енді ол өнердің үлкен бір түрі деп есептеймін енді өзім. Өйткені ол кейбір суреттер жаңа өзіңіз айтпақшы сөйлеп тұрады, бір суретпен біраз істің тарихын, мағынасын, мәнін ашып жіберуге болады. Енді ол үшін бізде әлде де Қазақстанда әлі даму керек қол жағынан, біраз көп жұмыс жасау керек. Ағаларымыз өздеріңіз бастамасаңыздар енді сол істі, сол кезде бізде қолға аламыз деп жатыр енді бұйырса. Жақсы. Не дейді, жаңа жылда енді соған біраз әрекет етіп, сол бағытта біраз тер төгеді деген үміттеміз. Өйткені Қазақстанға фотография жетіспей жатыр. Қазақстанға фотография қажет. Өнер есебінде де, мәдениет есебінде де, басқа сала есебінде де қазаққа фотография керек.
керек. Соны енді өзің айтып берсең, қай салаларға көбірек керек? Не дейсің? Бізде енді барлық сала ақсаңғырап тұр ғой. Барлығына керек, қажет. Бөліп жарадым жоқ деп ойлаймын. Бізде той бағытымен ғана кетіп қалған ғой, енді күн көріс үшін енді біздің елдің экономикасы да соған еп тұрған шығар. Енді жас еліміз сол бағытта ғана бізде ілгерілеуші шығар, енді былай салыстырған дамып жатыр. Ал жалпы барлық саланы күшейту керек алдағы уақытта. Енді бір кішігірім көп қазір туындап жатқан менің шәкірттерімде, достарымда, осы саладағы жүрген әріптестерімде көбісі сұрақ береді маған. Жасанды интеллект пен фотографияның арасындағы байланыс. Жасанды интеллект қазір барлық салаларға кіріп жатыр, біздің парламентке де жасанды интеллект кіргізіп жатыр дегендей. Біздің фотография саласында жасанды интеллекттің орны, келешегі қалай көресің сен? Енді ол атайсып тұр ғой, жасанды деген ол жасанды болады ғой. Бұлай туынды өнер деген өнер, енді оны сол салада жүргендер түсінеді деп ойлаймын. Былайынша енді жай қарапайым халық үшін, былай фото өнерімен айналыспаған адам үшін жасанды біреулер үшін қажет шығар енді. Ол былай трендовый дейді ғой қазіргі немен салыстырғанда. Бір уақытта келер, бұл да неден шығып қалуы мүмкін. Былай қоғамның несінен шығып қалады шығар. Нақты айта алмаймын. Осындай біз кішігірім ойларды толғаттық. Егер де айтатындарыңыз болса, төменге жазып кетіңіздер, біз міндетті түрде жауап жазамыз. Өйткені биылғы көптеген осындай бір кездесулер болады. Мынау біздің 1 қаңтар күнгі биылғы есебінде бірінші осындай 2026 1 қаңтар күні түсіріліп отыр. Мінекей әлі түстің уақыты болған жоқ. Осыдан бастап Құдай қаласа көптеген нелер болады. Жазылып кетіңіз, сұрақтарға жауап беріңіз, және де өз ойыңызды айтыңыз, және де қандай сұрақтар сізді толғандырады, қай сұрақтарға осындай бір кездесулер жасайық, және қандай өнер адамдарымен фотография жайлы осындай бір қалай айтсам екен, ой бөлісу, ойларын білу деген сияқты ойларыңыз болса, маған айтып жатсаңыздар, Құдай қаласа солармен кездесу жасап, осылай толғанатын боламыз, және де сіздерге түйін жасап беруге әрекет жасайтын боламыз. Енді жаңа жылдарыңызбен тағы да бір рет, енді өзің бір жаңа жылмен құттықтап жүрсең, соған бүгінгі нені тәмамдасақ. Еліміздің енді барша халқымызға осы тәуелсіздігімізді ұстап тұру, осы тұғыры биік болсын. Жаңа жылда жаңа табыс, молшылық, бақытымен, несібесімен келсін. Баршаңыздың отбасыларыңызда тек бақыт тілеймін. Өмірлеріңіз сәнді, денсаулықтарыңыз мықты, отбасыларыңыз бақытты, шығармашылықтарыңыз сәтті және берекелі болсын. Жылымыз өте бір жұмсақ өтсін, еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Қазақ болайық, қазақша сөйлейік, суретімізде қазақша сөйлесін. Рахмет.